Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз әлемнің үздік футболшыларының бірі Криштиану Роналду туралы әңгімелейміз. 5 ақпанда 40-қа толған ол осы уақытқа дейін қақпаға 900-ден астам доп тоғытыпты. Келесі жасына дейін 1000 голдық межеге жете ала ма? Оған қанша гол қалды? Ол қашан осы жетістікке жетеді? Видеоны соңына дейін қарап, өз ойыңды білдір, пікір жаз. Ал біз бастаймыз. Алдымен Криштиану Роналдуның осы уақытқа дейін қанша гол соққанын анықтап алайық. Бұл видеоны түсіру кезінде оның есебінде ресми матчтардағы 928 доп бар. Ал футболшы оларды қай команда сапында ойнап жүріп соққан. Португалия құрамасы үшін 135 гол, Спортинг үшін 5, ағылшынның Манчестер Юнайтед клубында өнер көрсетіп жүргенде қарсылас қақпаға 145 доп тоғытқан. Испанияның Реал Мадрид командасында 450 гол, Италияның Ювентус сапында 101 доп. Ал қазір өнер көрсетіп жүрген Сауд Арабиясының Аль-Наср сапында әзірге еншісінде 92 гол бар. Соңғы рет ол Сауд Арабиясы чемпионатында Аль-Халуд клубына қарсы өткен матчтың 4-ші минутында көзге түскен. Осылайша Роналдо тарихи межеге жақындап келеді. Ол футбол тарихында 1000 гол соққан санаулы ойыншылардың бірі бола ала ма? 2007 жылдың 20 мамырында бразилиялық аяқдопшы Ромарио 1000-ші голын соққанын мәлімдеген еді. Көптеген футбол сарапшылары бұл жетістікті күмәнді деп санайды. Өйткені Ромарио жасөспірім кезінде әуесқой командалардың сапында жүріп 71 гол соққан. FIFA да бұл нәтижені мойындамайды және бразилиялықтың еншісінде небәрі 929 доп бар деп есептейді. Әлемде 1000 гол көрсеткішінен асатын футболшылардың ішіндегі ең танымалы Пеле. Футбол королі 29 жасында өзінің 1000-ші голына қол жеткізді. Жалпы мансабында Пеле 1363 матчта қарсылас қақпаға 1281 доп тоғытқан. Айта кету керек, Пеле мен Ромарияның көрсеткіштеріне жолдастық матчтардың да нәтижелері кіреді. Ал Роналдудың статистикасы тек ресми кездесулерден құралған. Енді мына сұраққа жауап іздеп көрейік достар. Роналдоның 1000 голдық межеге жетуіне қандай факторлар әсер етеді? Біріншіден, оның жасы мен физикалық дайындығы. Роналдо қазір 40 жаста, бірақ ол керемет формада. Оның дене дайындығы, тәртібі мен дұрыс тамақтануы оған жоғарғы деңгейде өнер көрсетуге мүмкіндік береді. Бірақ ол тағы 3-4 жыл ойнай ала ма? Себебі жас ұлғайған сайын жылдамдық төмендейді, жарақат алу қаупі де артады. Екіншіден, чемпионат деңгейі. Сауд Арабиясы лигасында өнер көрсететін клубтардың қорғаныс деңгейі европалық командаларға қарағанда төмен. Бұл Роналдоға көбірек гол соғуға мүмкіндік береді. Бірақ егер ол MLS-ке ауысатын болса, немесе Европаға қайта оралса, қарқынын сақтап, соншалықты нәтижелі бола ала ма? Үшіншіден, пенальти және стандарттар. Криштиану голдарының басым көпшілігін 11 метрлік айып добынан және стандартты жағдайдан соғады. Егер ол бұл мүмкіндіктерді сәтті орындауын жалғастырса, 1000-ші голға жылдам жететіні анық. Айта кететін жайт, соңғы рет ол Азия футбол конфедерациясының чемпиондар лигасында Тегеранның Истегляль клубына қарсы өткен матчта дәл осы пенальти арқылы көзге түскен екен. Осылайша Роналдо 11 метрлік айып нүктесінен жасаған 204 әрекеттің 173-і сәтті аяқталған екен. Салыстыратын болсақ, португалдықтың басты бәсекелесі Интер Майами капитаны Лионель Месси 11 метрлік айып добын 140 рет орындап, оның 109-ында дегеніне жеткен екен. Төртіншіден, мүмкін болатын трансферлер. Егер ол MLS-ке өтсе, онда маусымына 30-40 гол соғу қалыпты жағдай. Ал егер ол Европаға, мысалы Реал немесе Манчестер Юнайтед клубына оралса, ол әлі де көп гол соға ала ма? Достар, бізде керемет жаңалық бар. Енді Спортпульс сайтында футбол әлеміне толық енуге мүмкіндік бар. Барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, өткен ойындардың қорытындысынан хабардар бол. Сондай-ақ сайтта алдағы матчтардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол жаңалықтарын Спортпульспен бірге бақыла. Бесіншіден, Мессимен бәсекелестік. Аргентиналық аяқдопшының еншісінде қазір ресми матчтарда 858 гол бар. Егер Лионель Месси 1000 голдық межеге жақындаса, Роналдо оған жол бере ме?
Ол басқа аяқдопшылардан жоғары болу үшін бұл рекордты жаңартуға тырысатыны анық. Ал енді болжам жасап көрейік. Ең қызықты сұрақ: Роналдо 1000-ші голды қашан соғады? Криштиану маусымына орта есеппен 30 гол соғады. Егер ол осы қарқынын сақтаса, оған 1000 голдық межеге жету үшін шамамен 3 жыл қажет. Ал егер маусымына 40 доптың авторы болса, бар болғаны 2 жыл. Яғни Роналдо өзінің 1000-ші голын 2027 жылы соғуы мүмкін. Еврофутбол басылымының сұрауын өңдеген нейрондық желінің болжамынша, Роналдо бұл жетістікке 2028 жылы 15 ақпанда қол жеткізеді екен. Ол кезде Криштиану 43 жаста болады. Суперкомпьютер футболшының қазіргі көрсеткіштерін талдап осындай шешімге келіпті. Дегенмен футболшы 93 голды одан да ертерек соға алады. Басылымның пайымдауынша, португалдық бір маусымда 40 рет көзге түсе алады. Бұл жағдайда оның 1000-ші голы 2027 жылдың қыркүйек-қазан айларында болуы мүмкін. Немесе одан да ертерек. Айта кету керек, Роналдо мансабында бір маусымда барлық турнирлерді қоса есептегенде 50 немесе одан да көп гол соққан аяқдопшы. Ал ол бұл межеге қай команданың сапында қол жеткізеді? Әл-Насырда ма, МЛС-те ме? Португалия құрамасында ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікір жазыңыз. Ал енді 1000-ші голдан кейін не болады? Мүмкін сценарийлер. Біріншісі, Роналдо бұл жетістікке жетіп, мансабын аяқтайды. Екіншісі, ол жаңа рекорд орнатуға тырысады. 1100 немесе 1200 гол. Үшінші сценарий бойынша оның рекорды ондаған жылдар бойы жаңармай қалуы мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз? Қай сценарий шындыққа айналып жүзеге асады? Роналдо мансабын 1000 голмен аяқтай ма, әлде ары қарай өнер көрсете ма? Егер ол ойынды жалғастырса 1100 немесе 1200 голға жете ала ма? Бұл жетістік оның футбол тарихындағы орнын қалай өзгертеді? Сонымен біз барлық факторларды қарастырдық. Роналдоның қазіргі статистикасы, ол әлі қанша уақыт ойнай алады? Қай команданың сапында 1000-ші добын соғуы мүмкін? Ол бұл межеге қашан жетеді? Біздің болжамымыз 2027 жыл. Бірақ футбол күтпеген жағдайларға толы ойын екенін ұмытпайық ағайын. Ал енді сіз бұл туралы не ойлайсыз? Роналдо 1000-ші голын соға ала ма? Ол осы межеге қай команда сапында жетеді? Бұл қай чемпионатта орын алады? Ол тарихта ең үздік сұр мерген болып қала ма? Пікір жаз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазыл. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.